Әйелі босанған бас ұстаз өзіне 376 мың теңге материалдық көмек жаздырып алған. Иә, ондай да болады. Материалдық көмек алған Түркістан облысы Түлкібас ауданының бас ұстазы Ержан Қадырбек. Ол адами әлеуетті дамыту бөлімінің басшысы. Шенеунікке ақша аударылғаны туралы құжаттың фотосы әлеуметтік желілерде жүр. Онымен қоса дәл осы ауданда кейбір мектеп директорларының орынбасарлары мен мұғалімдер 250 мың теңге сыйақы алған делінген. Ақпаратты шымкенттік белсенді Өмір Шыныбекұлы өз Facebook парақшасында жариялады. Экспресска тілшілері Ержан Қадырбектің өзіне хабарласты. Әйелім 5-ші перзентімізді дүниеге әкелгенде мен 2 айлық жалақы көлемінде материалдық көмек алу үшін басқармаға өтініш жазғанмын. 1 айлық жалақым 188 мың теңге. Басқарманың бұйрығы шықты. Соған сәйкес көмекті алдым. Материалдық көмек заң талаптарына сай төленді дейді. Ал ұстаздарға төленген сыйақы жыл соңында үнемделген қаржы есебінен беріліпті.